Отбасы бұл әр адам үшін ең ыстық, ең жақын, ең қымбат ұғым. Отбасы бұл мейірімге толы жүректер, бір-біріне тірек бола білетін жандар. Жылы сөз бен шынайы қамқорлықтың мекені. Әр баланың бақыты мейірімді әке мен ана, берекелі шаңырақ, түсіністікке толы отбасы. Мен сондай бақытты баламын. Менің отбасым менің мақтанышым. Әкем мен анам ұстаз, сондықтан біздің үйде тәрбие мен білім әрқашан қатар жүреді. Біз бірге кітап оқимыз, бірге дастархан басында әңгімелесеміз, ұлттық мерекелерді бірге атап өтеміз. Әкем мен анам бізге әрдайым жақсы адам болыңдар деп үйретеді. Біздің үйде ең бастысы сыйластық пен бірлік. Мен өз отбасымды шексіз жақсы көремін, және әрқашан әкем мен анама ұқсап жақсы адам болғым келеді. Отбасы бұл жай ғана бір шаңырақ астында өмір сүру емес. Отбасы ұрпақ тәрбиесінің бастауы, адам болмысы қалыптасатын қасиетті орта. Біз үшін ұстаз ретінде де, әке ретінде де бір нәрсені анық түсінеміз. Балаға ең бірінші білім емес, тәрбие керек. Себебі тәрбиесіз берілген білім қоғамға пайда келмейді. Сондықтан біздің отбасымызда ең басты құндылық адамгершілік пен құрмет. Үлкенге құрмет көрсету біздің үйдің бұлжымас заңы. Бала үйге келген соң қонақты қарсы алуды, амандасуды, төрге шақыруды кішкентайынан үйренеді. Біз ерекше мән беретін дәстүрлеріміздің бірі қонаққа су құю. Бұл жай ғана әрекет емес, бұл баланың бойына ізеттілік, кішіпейілдік, қызмет ету мәдениетін сіңіретін үлкен тәрбие мектебі. Бала айтқанды емес, көргенін қайталайды. Сондықтан біз әр ісімізбен үлгі болуға тырысамыз. Отбасындағы тәрбие ананың жүрегінен басталады. Қыз бала болашақ ана, отбасының ұйытқысы. Сондықтан мен қыздарымды инабаттылыққа, ұқыптылыққа, еңбекқорлыққа тәрбиелеймін. Біз бірге ас дайындаймыз, үй шаруасын бірге атқарамыз. Бұл жай ғана жұмыс емес, бұл өмірлік дайындық. Сонымен қатар үлкенге құрмет, кішіге қамқор болу біздің үйдің басты қағидасы. Мен үшін ең үлкен бақыт тәрбиелі, мейірімді, саналы бала өсіру. Біздің отбасымыз ұлттық дәстүрлерді ерекше қадірлейді. Наурыз мерекесі, тұсаукесер, шілдеқана бұл біз үшін жай ғана мереке емес, ұрпақ тәрбиесінің маңызды бөлігі. Әр дәстүрдің мәнін балаларымызға түсіндіреміз. Өткені дәстүр, өткеннің қалдығы емес, болашақтың негізі. Ақназар, маған жеті атаңды айтып бере аласың ба? Қайда ол жаңғара, жараспай, есі, махан, оспай, теңізбай, сауласпай. Біз бос уақытымызда да бірге өткізуге тырысамыз. Ұлттық ойындар ойнаймыз, асық ату, бес асық. Бұл ойындарды балаларды ептілікке ғана емес, ұлттық рухқа, бірлікке тәрбиелейді. Демалыс күндері бірге серуендейміз, бір дастархан басында жиналып әңгімелесеміз. Осындай қарапайым сәттердің өзі отбасының ең үлкен бақыты. Ұстаз ретінде де, әке ретінде де біздің басты мақсатымыз балаларымызды тек білімді ғана емес, тәрбиелі, саналы тұлға етіп тәрбиелеу. Білім мен тәрбие қатар жүргенде ғана нағыз азамат қалыптасады. Біздің ұстанымымыз бірлік, тәрбие, ұлттық құндылықтар және адамгершілік. Біз үшін отбасы қасиетті ұғым, біз үшін дәстүр өмірлік бағдар. Осындай берік құндылықтарды сақтай отырып, біз келер ұрпаққа дұрыс жол көрсетеміз деп сенеміз.
Тәрбиелі отбасы тәрбиелі қоғамның негізі.